Баршаңызға сәлем. Жәнібек балалар үйінің басшыларына тосын сұрақ қойды. Алғыс айту күніне орай Жәнібек балалар үйіне барып қайырымдылық шарасына қатысқан еді, деп хабарлайды бүгін KZ порталы. Бармысың бауырым бағдарламасының Instagram парақшасына сілтеме жасап. Ол балалар үйінде өзімен тағдырлас балаларды көріп, оларға сыйлығын берген. Жәнібек балалармен сөйлесіп, танысқан. Қайтарда мекеме басшылығына көп сұрақ қойды. Соның бірі, шетелдіктер бала асырап аламын десе, бересіздер ме? Деген сауал болды. Шетелге бала берілмейтінін естіп қуанды. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.